Бұл қағидаларды болат зауытында қатардағы қара жұмысшы болып еңбек жолын бастап, мультимиллионерге дейін жеткен Эндрю Карнегидің өз аузынан жазып алынған. Қарапайым отбасынан шыққанына қарамастан, Карнеги мырза аталған қағидаларды берік ұстанып, 100 миллион доллардан астам пайдаға кенелген. Байлыққа деген құштарлықты ақшаға айналдыруға болатын бұл әдіс 6 қадамнан тұрады. Бірінші, қол жеткіңіз келген ақшаның нақты сомасын анықтаңыз. Жай ғана маған қомақты қаражат керек деп айту жеткіліксіз. Соманы айтқан кезде сенімді болыңыз. Сенімділікті қажет ететін психологиялық себеп бар. 2. Қалаған ақшаңыздың қарымтасына не ұсынатыныңызды нақтылап анықтаңыз. Өмірдің шындығы берсең ғана аласың. 3. Сол қалаған ақшаға ие болғыңыз келген күнді нақты белгілеңіз. 4. Қалауыңызды жүзеге асыру үшін нақты жоспар құрыңыз. Дайын еместігіңізге қарамастан жоспарды дәл сол мезетте орындауға кірісіңіз. Жоспарды іске асырыңыз. 5. Қалаған ақшаның нақты сомасын жазып алыңыз. Сол сомаға жету үшін қанша уақыт сарп етеріңізді айтыңыз. Ақша үшін не істейтініңізді нақтылаңыз және осы істі жүзеге асыруға бағытталған жоспарыңызды толығымен сипаттаңыз. 6. Жазылған соманы күніне 2 рет ұйықтар алдында және таңертең тұрғанда дауыстап оқыңыз. Оқыған сайын өзіңіздің сол ақшаға ие болғаныңызды елестетіп көріңіз. Сезініңіз және тағы да сеніңіз. Аталмыш 6 қадам арқылы сипатталған нұсқаулықтарды орындау аса маңызды. Әсіресе 6-шы нұсқауды қадағалап орындағаныңыз жөн. Егер мол байлыққа өзіңізді сендіре аламын десеңіз, іске сәт.